Осындай керемет подогрев сиденьяға сіздерге мини обзор. Қараңыздар, бұл несімен ерекшеленеді? Ең алдымен бұның жылыту функциясы бүткіл жерге кете береді. Яғни тек қана астыңғы бөлімі немесе жоғары бөлімі емес, полный жылыта береді. Одан бөлек бұл жерде 12-мен де жұмыс жасай береді, 24 вольтпен де жұмыс жасай береді. Екі режимден тұрады. 0-ге қойсаңыз өшеді, 1, 2. 2-ге қойып жылытып аласыздар да, сонымен өшіріп қойсаңыздар болды. Әрмен қарай күндіз полный жылы жүре бересіздер. Чехол ретінде қолдансаңыздар да болады, немесе подогрев сиденье ретінде қолдансаңыздар да болады. Бұны қалай машинаға саламыз? Яғни қараңыздар. Астыңғы бөлімі, яғни біздің аяқ жағындағы жерді кигіземіз. Осы екі жерінде осындай ілмектерден тұрады. Ілмектен шығарып аламыз. Жақсылап осылайынан шығарып аламыз да, астынан, сиденьенің астынан өткізіп, қайтадан іліп қоямыз. Осылайынан екеуінде осы жасайсыздар, ал жоғары бөлімін жоғарыдан кигізіп қоясыздар. Сол кезде бұл подогрев сиденьеміз ары бері жылжып кетпейді. Отырған кезде сізге ыңғайлы сезім болады, және де жұмсақ тұрады. Егер де қажет болатын болса, АДК магазиннен тапсырыс бере берсеңіздер болады. Бұл подогрев сиденьяға келетін болсақ, екі түсі бар, яғни біреуі серый, біреуі қара. Қара түрі бізде қазір осылайынан